Асқар Алтай, қыз бейіт. Аю мұрнын желге беріп, жас күлімсейісті сезініп тұр. Маңай қалың қарағай мен шырша, іңір қараңғылығы енді түскен шақ. Ауа дымқыл, төңірек тыныштыққа еген. Сәл самал желмен тербелген биік тау шөбі, шыршалардың теңселген шар басымен ұшқаттың ұсақ жапырақтары қосылып, ақырын ғана сыбдырлайды. Әбден күшіне келіп толысқан еркек қоңыр аю, екі аяғымен түргеліп, тағы да тереңнен тыныс ала иіскеді. Иістің жақын маңда екенін сезінді. Қалың шөпті жапырып, анда-санда басын көтере иіскеп қойып жүріп келеді. Алаңқайға шықты. Алдында биіктеу біткен жалаңаш төбе. Иіс сап тыйылған. Аю екі аяғымен адамша тік тұра қалып, тіміскелей тағы иіскеді. Олай-бұлай тік жүріп те көрді. Бірақ аюдың құмарын қоздырған шынарлық иіс сезілген жоқ. Ол қарағай шыршасыз, етекті сипар шөп басқан жалаңаш төбе басына көтерілді. Бір отар қой сиярлық төбе басында қарағайдан қиып салған зират қарауыта қалған. Аю сескеніп қалды. Бұл қайдан пайда болған дегендей жанарын тігіп тұр. Көзіне қарай түскен шашын самал желпіп өтті. Мұрнына танауын жарған күлімсі тағы келді. Тұмсығымен шұна иіскеді. Күлімсі иіспен бірге мұның зәресі ұша қорқатын екі аяқтылардың да иісі келгендей. Сол-ақ екен, тұла бойын түсініксіз бір қорқыныш билеп өткен. Сонда да орнынан қозғала қойған жоқ. Ет жүректі емес пе? Орман тағысы жойдасыз табанын басайын десе де, жүрегі шыдамай, жалт беріп кетейін десе, күлімсі иісті көңілі қимай тұра берді. Аздан соң төрт құлағы қалқиған бейітке де, одан шыққан иіске де, тіпті жалаңаш төбені қоршаған қалың орманға да бой үйренгендей болған. Аю ақырын басып бейітке жақын келіп, сақтана көз салды. Жас қарағайдан қиып салған бейіт үнсіз қарауытады. Ешқандай сыбыс білінбейді. Тек жас балапан қарағайдың ащы шайырымен қабаттасқан күлімсі иіс келеді. Орман тағысы күлімсі иісті табиғи қарағай иісінен еркін ажыратады. Бөтен бөгде иіс жоқ. Ол орнынан қозғала, бейіттің құбыла жағындағы есігіне келіп, артқы аяғымен тік тұра қалып, екі қолын көтеріп ішке сақтана кірді. Ай әлі тумаған. Алтайлықтардың салтынша салынған шатырсыз мола, іші көрдей қараңғы. Бірақ аюдың қараңғылықты еркін сезінетін көзі мола ішін шарлап үлгерген. Мола кең, ол топырағы кеуіп үлгермеген жас қабірді қорбаңдап аша бастады. Күшті қолдары лезде жұмсақ топырақты шашып тастап, мәйіттің бетіне төселген жуан қызыл қарағай бүренелерді қопара бастады. Ауыр бүренелерді ол таяқ құрлы көрмей жұлып-жұлып алып, қабырғаға сүйей салды. Көрдің бет ашылды. Ашқан бетте іштегі өлік иісі сыртқа лап қойған. Аю көр ашылған соң, терең қазылған қабірге үнсіз үңіліп тұр. Дәл сол сәтте төңірекке жарық түскен. Аю жарыққа сүйсініп, басын көтеріп алды. Ай биік тау басына жартылай көтеріліп, маңайға сүт сәулесін төгуде. Төбе басы сүт сәулеге шомылып, етек қарағайлардың көлеңкесінен қарауытқан қалпында. Орман тағысы жуан мұрнымен пыс-пыс етіп, ақырын гүрілдейді бастады. Көтеріле қоймаған ай сәулесі биік қабырғадан қиғаштай қарсы қабырғаға түскен. Ашылған көр қап-қараңғы. Бірақ аюдың өткір көзі қабірдің құбыласында басын күнбатысқа бере, ақ кебінге оралған мәйіттің шетін ақымнан көріп тұр. Ол еңкейіп еді, сүйекке қол жетпеді. Аю төрт тағандап жата қалып, қолын созса да жеткізе алмады. Төбеге қойылғандықтан Алтайда қел қабір атаулыны кісі бойынан асыра терең қазып, құбыла жағынан адам еркін жататын ақым жасайтын. Ол біраз әуреленді де көрге түсіп, мәйітті көтеріп көршетіне қойды. Аю көрден екі қолымен созыла тырмысып, артқы аяқтарының тырнағын қабырғасына батыр атқып шықты. Қатқан мәйітті көлденең көтеріп, ай сәулесі қырындай түскен бейіт қабырғасына сүйеп, кебінін жырта бастады. Кебіннің далдалын шығарып алып тастағанда, сүйек жас қыз денесі болып шыға келді. Кебінді жыртып жүргенде, мәйіттің қолаң шашы тарқатыла түсті де, одан жалбыз араласқан сүйкімді иіс аюдың мұрнын жарды. Мәйіт әлі бұзылмапты. Тек өлген адамға тән өлік иісі бар.
Ол да таза орман ауасына шыққан соң тез тарап кеткен. Қыз денесі ай сәулесіне шомыла, жұмыртқадан аршылғандай кіршіксіз ақ. Осы кезде табиғатта ғана кездесетін бір күтпеген жағдай болды. Тарқатылған шаштың хош иісі мен қыздың көзін жұмған сұлу сымбатына аюдың еркектік намысы оянды. Бұл тіпті адам сенбейтін жай еді, бірақ бұл да бір табиғаттың жұмбағы. Тағының ашқарақтығын сезім құштарлығы жеңген. Тағы болса да бар дүниені ұмытып, суық мәйітті қабырғаға сүйей құшағына қыса жылтып тұр. Ыңыранып, басын мәйіттің мойнына, қосанарын жаба жартылай құлаған қолаң шашына тыға гүрілдеп қояды. Өлі денемен сөйлескендей әртүрлі түсініксіз дыбыстарда шығарады. Аялайғысы баймалап мәйітті азаптауда. Ал жансыз дене бәріне көнген. Ай қақ төбеден жылыстап, бір шоқ гүлдей үркер туды. Ай сәулесі әлсірей тарамдана түскендіктен төңірек бозамық тартты. Таң қараңғысы да жақын. Биік шыңғызды шатқал мен тауларда тыныштыққа қалғып кеткен. Бүкіл әлем көгілдірленіп, салқын самалда басылған. Тек тырс етпес тыныштық билеген өлке. Осы бір мүлгіген мұнарлы тыныштықта түн жамылған жалғыз салт атты қарағай арасынан шыға келіп, төбетегіндегі алаңқайға атын бос жібере салды. Аттың ауыздығы алынған болса керек, қалың сонын аузымен ора жайыла бастады. Есіне атының сыры белгілі секілді, аяғына тұсау да салған жоқ. Адам аяғын сылбыр басып төбеге шықты. Бұл жасы 20-ның бел ортасына жеткен аңшы, жылқышы болатын. Жасынан тауды өскен темірдей жігіт. Әкесін сонау жылдары ақ пен қызылдың қан төгісі кезінде кержақ бандылар өлтірген. Әкесі де аңшы еді. Шекарадағы асуды көрсетпеген үшін қызыл кезеңдегі құзбасынан құлатып жіберген. Ол кезде бұл 18-ге жаңа толған. Мұны аңшылыққа баулығанда кеседі. Қайран әкенің тасталған шыққан сүйегін бұл 3 күннен соң тауып алды. Басы денесінен бөлініп қалыпты. Әкесінің басын таба алмады. Әлде кержақ бандылар кесіп алып кеткенін білмеді. Бассыз мүрденеге келген. Ғазиз анасы бұл қайғыға шыдамай төсек тартып жатып дүниеден көшті. Сол күннен бастап мұның тау тағысындай аңшылық өмірі, жалғыздық өмірі басталған. Тұман кешіп тау асты, арқаратып қасқырға қуғын салды. Бірде Баяуыл Мырзанның бойжетіп қалған қызы Қызжан мен шілдеханада танысты. Сол күннен бастап Мырзан ауылына кеш бола келіп, түн-түнегі түрле Алтыбақан басынан қайтатын. Қызжанның азу алты қарс үш ағасы бұған аяғын тартып жүруін ескертсе де, қыз бен жігіт кездесуін қоймады. Ақыры жылқышы таяққа жығылды, Қызжан үйге қамалды. Тағдырдың жазғаныма көп кешікпей бұл маңдағы ауылдарды қара күзендей қаптаған шешек жайлады. Шешек біреудің жалғызын алды, біреудің не өзіңді, не көзіңді алам деп келді. Ел дүрлігіп, орта жайлауға бет бұрды. Қызжан түйме қомында Алтайдың алғызыл модағай гүліндей шешек атқан шағында дүниеден көшті. Ел жұрт індеттен қашқандай осы төбеге сүйек жамбасы жерге тиер тиместе жетсін өткізбестен төр жайлауға үдере көшкен. Жылқышы Қызжан тағдырын төр жайлауда естіді. Ести сала тоңғатып зиратқа тартты. Енді міне жалғыз айлы бейіттің батыс жақ бетінен көтеріліп, үнтінсіз түнере қарайды. Қорғасындай қайғы жүрегінің басына ащы запырандай жиналып, ел айтатын тағы жүректі сыздатып тұр. Зираттың күнгей қабырғасында осы төңіректегі орман тағысы сүйгенінің сүйегін қорлап тұрғанын ол әлі сезетін емес. Қайдан сезсін? Бұл аң емес адам ғой, адам. Тау арасына ай қорғалап батайын деді. Болмашығана нұр төбемен төңірекке түскен. Жігіт есіктен зиратқа кіріп келгенде қарсы алдынан ашылған көр қарсы алды. Ол «А» деп қалай айғай салған өзде сезбей қалды. Батарайдың азмас сәулесі есіктен қопарылған көрмен сүйеулі бөренелерге дәл түсіп тұр екен. Жігіт іштей «Бісміллә, бісміллә» деп күбірлей берді. Деп гүрілдеген дауыс шықты. Ол бойын жинап алды. Дереу мойнындағы шиті мылтықты жұлып алды. Бірақ білтелі мылтықтату кеш екенін түсініп, лақтырып жіберіп, жанын қарманды. Кіседегі қынынан бұғы мүйіз сапты кездікті суырып алғанда,
Аю да есіктен көрінді. Жігіт бәрін де түсінді. Жаңа ғана бойын билеген, үрей долданған ашумен ызаға айналды. Аю адамды көргенде сескенгендей тұра қалып, кенет гүрілдей тік тұрған қалпы аттай берген. Адамда көрден шыға келгендей тұра ұмтылды. Ахат ашумен аюдың құшағына кіре беріп, аңшыға тән жылдамдықпен төс сүйектің төмен жағынан кездікті бойлата сұғып алды. Бірақ аюда құр қалмаған. Аңшының жалпақ жауырынына бір қолдың тырнағын батырып үлгеріп, екінші қолы жігіттің шидем күпісінің шетін ұстап қалды. Жігіт сол жақ жауырынына аю тырнағының кіргенін жана ура сезінсе де, жанталаса қимылдап, бойлата кірген оң қолындағы кездікті қарынға қарай тартты. Қылпылдаған кездік орман тағысының қарнын шабына дейін ақтарып түсті. Бірақ аюда жанына батқаннан ба, мұның сол жақ жауырын қалақшасын бытырлата, алып күшімен сығып жіберіп, жігіттің жан даусын шығара, сынған жауырыннан ұстаған қалпы алдыға лақтырып жіберді. Ахат қаңбақтай көтеріле беріп, көрдің ішіне құлап түсті. Аю өкірген қалпы шалқая, мола есігінен сыртқа қарай кескен теректей гүрс етті. Көрге түскен адам есінен ауып қалған. Ай тау арасына батып кетті. Маңай таң қараңғылығын жамылып, таңғы самал соқты. Таң самалы таусылар жақ. Мен жылқышы шалмен Қызжан мүрдесі орын тепкен Қызбейіт жайлауында кездестім. Жауырынды күдіс аңшы шал Қызжан тағдырын зират басында айтып берді. Әңгіме соңында аппақ қудай ақсақал: балам-ай, Алтай тауларында мұндай оқиғалар көп ақ. Уақыт өте келе аңыз бен шежірек айналып жүре береді деді, ауыр күрсініп. Асқар Алтай, 1984 жыл, маусым. Оқыған Сұңғат Ғазизұлы.